Авторлық әңгімем: артымнан қуған тұяқтылар. Жаңа жыл кіргелі тұрған кез. Сол кезде мен достарыммен бірге асхана үстелінде отырдық. Жаңа жылды күтіп ересек адамдар болсақ та, өзіміз туралы әңгімелесіп, арасында бала кездері болған қорқынышты оқиғаларды айтып бердік. Мен бәрін әзіл ретінде қабылдадым және мүлдем қорықпай жатқанымды бар мінез құлқыммен көрсетуге тырыстым. Түрлі жын шайтандар жайлы тыңдап болғанмен темекі түтінін иіскеп таза ауа жұтқым келді де тез киініп сыртқы есікті аштым. Бірақ бала кезден келе жатқан досым Сұлтан мен біз отырған үйдің иесі маған дауыстап: «Серік, қайда бара жатырсың?» деп сұрады. Мен темекі шегемін деп сыртқа шықтым. Олар үндемей іште қалды. Денем мен өкпемді таза ауа және суық ауа соқты. Сыртта бұл ләззат аларлық ауада біраз тұрғаннан кейін қалтамнан темекімді шығарғым келді. Бірақ қорапты ашқанда темекінің біткенін білмей қалғанымды көрдім. 3-4 минуттан кейін арт жағымнан біреу келе жатқанын естідім. Дыбыс қалың өкшелі әйелдер каблугының сықырлаған дыбысына ұқсайды. Кенет біреудің ауыр қолы иығыма түсті. Мен таңданып айғайлап жібере жаздадым. Артыма бұрылып қарасам, бейтаныс ер адам. Мен әйел екен деп ойлағаным себепті таң қалдым. Есік алдындағы жарық оған жартылай түсіп тұр. Басы адамдікі, бірақ жүзі ұсқынсыз. Иттің немесе есектің бет-әлпетіндей ұсқынсыз тұлға екен. Осындайда болады екен-ау дедім ішімнен. Осы ойдан кейін еш ұялмай темекі бар ма деп сұрадым. Ол ештеңе деп жауап бермеді, бірақ пальтосының ішкі қалтасын сипалай бастады. Көп өтпей маған темекі ұсынды. Ол пальтосының түймелерін тағып жатып, сырт киімінің ішінде ешқандай киім жоқ, жалаңаш екенін көріп, таңырқап қарап қалдым. Бұл көрініс маған жиіркенішті көрінді. Сөйтіп мен артыма бұрылып темекі шеге бастадым. Сосын жүзіме күлкі үйіріліп, «Сен неге бұлай жүрсің?» деп сұрадым, бірақ жауап естімедім. Үндемей тұр. Бұл елемеушілік мені қатты ренжіткендей болды. Неге үндемей тұр деп ойландым. Соны білейін деп артыма бұрылып, ол кісінің қара сұлбасы зиратқа қарай өте ақырын жылжып бара жатқанын көрдім. Мен оны әлде бір мас адам немесе ақымақ деп ойлап үйге кіріп, дастархан басына қайта отырдым. Жаңа жыл келді, тойладық. Сағат түнгі 2 болды. Мен үйге қайтуға дайындала бастадым. Өйткені алкоголь бойыма дарып, аяғым істемей қалуына шамалы ғана қалған еді. Сонымен қатар дерлік барлығы ақырын үйлеріне қайта бастаған еді. Мен де сыртқа шықтым. Достарымды күтпей жүре бердім. Өйткені мен зират арқылы төте жолмен үйге бармақ болдым. Себебі алыста тұратынмын. Зиратқа жақындай бергенде түнде зиратқа бармау керек деген қорқынышты әңгімелер мен ескертулер бойымда айнала берді. Қорқа бастадым. Оның үстіне жаңа темекі берген адамда осында кіріп кеткені есіме түсті. Құдай білет неге екенін деп қоям. Сөйтіп зиратқа кірдім. Сүттей қатты тұман болып тұр. Қармен қосылып бәрі аппақ болып көрінеді. Көрініс әдемі болса да өте қорқынышты. 20 метрдей жүріп, мен ер адамдардың күлкісін естідім. Мен ақымақ болып қуанып, дыбыс шығып жатқан жаққа қарай тез жүре бастадым. Жүріп бара жатып, олар мұнда не істеп жатыр деп те таң қалдым. Бірақ қорыққандықтан дыбыс шыққан жаққа қарай жүре бердім. Тым болмағанда бір тірі адамды көрермін деп қоям. Бірақ содан кейін мен ақылға салдым да, қой, қайтайын деп артыма бұрыла бергенде, қою тұман ішінен мені біреу шақырғанын естідім. Домалақ үстел үстіне жайылған дастархан басында отырып, еркектер арақ ішуде. Дастархан басында маған темекі берген адам да отыр.
Олар мұнда бірнеше сағаттан бері отырғанын байқадым. Өйткені үстел созылған ұзын ақ дастарханмен безендіріліп, адамдар аяқтарына көрпені толығымен жауып алған. Тоңып қалмас үшін олар мені қайта шақырды. Мен үстелге отырдым. Олар маған дәм татып, жеп ішіп отыруды ұсына бастады. Бір кезде кенеттен олардың біреуі маған қарады. Мен оның көзіне қарадым. Сол кезде кенет үстелден шанышқа құлап кетті. Мен оны алайын деп үстелдің астына еңкейдім. Сол сәтте қатты таңырқап қалдым. Көрген көздеріме сенбей жатырмын. Ал олар маған мұқият қарады да, содан кейін бір-біріне қайта қарап сөйлесуді жалғастырды. Мен үстел астына еңкейіп, олардың аяғы аяқ емес, тұяқ екенін көрген едім. Олар өзара ананы мынаны айтып арқа-жарқа болып отыр. Ал мен ештеңе болмағандай орнымнан тұрып, олардан алыстай бастадым. 20 метрдей жүрген соң адымдарымды тездетіп, олардан барынша алыстауға тырыстым. Сосын жаңағылардың біреуі: «Әй, қайда барасың?» деп айғайлады. «Дәретханаға» деп жауап беріп, мен олардың көзінен тез тайып, зираттың қақпасынан шыға сала, артыма қарамай зулай жүгірдім. Мен өмірімде ешқашан соншалықты жылдам жүгірген емеспін. Бір уақытта бір үйір жылқылар менің артымнан жүгіріп, тұяқтарын қағып бара жатқандай дауыс естідім. Олар екенін сезіп тұрмын. Мен жүгіруімді одан да жылдамдаттым. Көпірден өтіп бара жатып, ақ киімді қызды көрдім. Ол көпірде тұрып кітап оқуда. Ол аппақ және үстіндегі киімі де, терісі де жарқырап тұр. Ол елесет. Мен оның жанынан жүгіріп өткенімде, ол кітаптан көзін алып маған қарады. Сөйтіп маған қарай беттеді. Мен оның асфальтта қалқып, ауада ұшып келе жатқанын көрдім. Жүрегім қалай соққанын, қалай қорыққанымды айтып жеткізу қиын. Адреналиннің күшімен біраз жүгірген соң алдымнан шыққан үйді көрдім. Бұл бәрі жынды деп санайтын кәрі атаның үйі. Себебі ол өзін сиқыршы деп атайтынын білем. Сол кезде түнде 3-тен 48 минут өткен болатын. Мен айқайлап ескі ағаш есікті соққылап жатырмын. Есік кенеттен ашылды. Ата есікті ашқанда мен еденге құлап, қорқып кеткен иттей 4 аяғыммен жорғалап кеттім. Есікті тез жабуын сұрадым. Атам есікті жауып, маған терезелерді де жабуға көмектесуімді айтты. Біз терезелерді жауып тастадық. Содан кейін олар есікті бұзуға тырыса бастады. Оны тұяғымен де қағып жатқанын анық естіп тұрмыз. Біз оларды таң атқанша ұстап тұрдық. Қораз қақылдап, бәрі тыныш болған кезде ғана үйден шықтық. Олар бүкіл есікті біреудің қанына бояп тастапты. Олар мені өлтіре алмағандықтан қатты ашуланып, басқа бір жануарды тепкілеп өлтірген сияқты. Сіз олардың кім екенін білгіңіз келе ме? Олар жаңа жыл түні жиналған сайтандар еді. Әңгіменің соңы. Әңгіме ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Бастарыңыздан өткен қорқынышты оқиғалар болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі шығарылымдарда жариялайтын боламын.